Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен біз осындай өте дәмді болып шығатын панкейки дайындаймыз. Әркім әрқалай дайындайды, бірақ мен бүгін сіздерге өзімнің рецептімді ұсынғым келіп тұр. Ендеше ең бірінші бізге керекті тағамдар: ұн керек және сүт. Содан соң секерді өзіңіздің қалауыңыз бойынша көбейтсеңіз болады. Шемекі май және жұмыртқа және шымшым соды мен шымшым тұз керек. Ең алдымен осы тағамдарымызды жұмыртқамызды жарып аламыз. Барлығы видеода толық көрсетілген. Видеоның соңына дейін қарасаңыз, барлығы түсінікті болады. Осылайша миксерлеп бастаймыз. Жұмыртқамыз миксерлейміз. Аз жылдамдықтан көбейтіп отырамыз. Жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Осылай көбіктенгеннен кейін секерімізді салып миксерлейміз. Содан соң жай-жайдан кезек-кезегімен барлығын салып отырамыз. Осылайша біздің массамыз 2-3 есеге дейін көбейеді. Яғни барлығын көз мөлшерімен жасаймын, бірақ видеоның астына рецептілерін жазып кетемін. Ең бастысы бізде сүтіміз бен ұнымыздың грамдары бірдей болған жөн. Егер сізде весы болмаса, осындай бірдей ыдысқа салып көз мөлшеріңізбен өлшесеңіз болады. Бізде сүт жылы болуы керек. Осылайша біздің массамыз 2-3 еселенгеннен кейін сүтімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Осылайша біздің сүт құйған массамыз көбіктене бастайды осындай. Содан соң ұнымызға соды мен тұзымызды салып, араластырып, ыдысымызға саламыз. Барлығы жан-жағына шашырамау үшін ең алдымен миксерімізді қоспай араластырып аламыз. Содан соң барлығы біріккеннен кейін ғана миксерімізді қосып, әбден барлығы біркелкі болғанша ешқандай комок қалмау керек. Жақсылап миксерлейміз. Бізде не сұйық, не қою болмау. Бізде не сұйық, не қатты қою болмауы қажет. Қоймалжың осы видеодағыдай қарасаңыз көрінеді. Видеодағыдай қоймалжың тесті шығуы керек. Осылайша барлығы бірігіп, ең соңында шемішкі майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің массамыз осындай болып шығуы керек. Тым қою да емес, тым сұйық та емес. Осылайша панкейкімізді дайындаймыз. Ең бірінші табамызды қыздырып аламыз. Содан соң барып тестімізді құйып,
күйіп кетпейтіндей етіп екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Панкейкиді өзіңіздің қалауыңызша сгущенка немесе варенье, шоколад өзіңіздің қалауыңызбен тәттілермен араластырып жесеңіз болады. Осылайша біздің дәмді панкейкаларымыз дайын болады. Егер сізге менің видеом ұнаса, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет.